Өмірде сан түрлі жандар бар. Бірі жақсылықты жаны сүйсе, екіншісі оған мүлдем қарама қайшы. Енді бірі әділдікті жақсы көрсе, ал біреулер оны мүлдем жақсы көрмейді. Қоғамдағы сан түрлі адамдардың мінез құлқын Real Focus киностудиясының жас артистері құстардың бейнесінде сахнаға алып шықты. Ерғали мен Момина Real Focus киностудиясының жас артистері. Олар бұған дейін тек жарнамалық, әлеуметтік роликтер мен бағдарламаларға түскен. Бұл жолы алғаш рет сахналық қойылымда ойнады. Олардың сахнадағы дебюті Дулат Исабековтың Құстар фестивалі фарс комедиясынан басталды. Ерғали басты кейіпкер құстардың төресі адал патша бүркітті сомдаса, Момина 200-ді жағымпаз, кез келген сәтте сөзінен тайып шығатын тотықұстың рөлін ойнады. Әуелде өздеріне сенімсіздікпен қараған жас артистер көрермендердің ыстық ықыласынан кейін дайындықта кездескен қиындықтарды еңсергендеріне қуанды. Сенен басқа болмаңда тағы кімдер бар? Ешкім жоқ әміршім, бәрі бет-бетімен. Қазақта құстардың төресі бүркіт. Мен бүркіттің рөлін алып шығуға өте қатты тырыстым. Және де қазақта оның да қиыншылық тұстары да болды. Соған қарамастан мен алып шығуға тырыстым. Тотының рөлін басында ойнау маған оңайға соққан жоқ, әрине, себебі бұл театрдың негізгі мақсаты құстардың артынан, яғни адамдардың бейнесін көрсету. Менің атқаратын міндетім 200-ді адамдардың қандай сырт көзден жаман көрінетіндігін және де ондай болмау керектігін үйрету, яғни адамдарға көрсетіп, оның жаман екендігін дәлелдеу. Спектакль желісінде қоғамда белең алған теңсіздік және әлдінің әлсізге күш көрсетуі баяндалады. Менмендік пен адами қасиеттің тартысы да айқын көрініс табады. Жастарға арналып сахналанғанымен үлкендерге де ой салатын шығарма. Бұл театральный бірінші қойылымыз. Ал кино жанрында бізді табыстырған табиғат, 31-ші телеканалмен қазір байланыста жұмыс жасап жатырмыз. Бізді табыстырған табиғат, сериалымыз бар, Медальон деген хронометраж сериал. Одан кейін бағдарлама, балалар бағдарламасы. Балапан телеканалмен тоже байланысып жұмыс істеп жатырмыз. Передача «Біле жүрек» деген передача. Ішінде би, жаңағы актер шеберлігі, қалай киіну керек актер, көшеде қалай жүру керек, сахна эстетикасы, этикасы деген сияқты нәрселерді үйретеміз біз. Комедияда құстар арасында ән байқауы өтеді. Сайыста бұлбұл сынды нағыз таланттың көлеңкеде қалып қоятыны әдемі көрсетілген. Сыбайлас жемқорлықтың арқасында қарға сияқты әнші сымақтардың қарқылы басым түседі. Құс кейпімен талайдың шын шамасын көрсеткен жас артистерге көрермендер ризалығын білдірді. Өзекті тақырыпты түсінуге тырысып, алып шыққандарына алғыс айтқандар көп. Жас артистерде алғашқы қойылымдарының кемшіліктеріне кешіріммен қарап, түсіністік танытқан келушілерге разы. Айта кетейік, бұл комедия қаладағы барлық мектептерде сахналанады.